Мен Аделова Эланур, Семей қаласының номер 3 жалпы білім беретін орта мектеп кешенінің 7-ші А сынып оқушысымын. Оқуға құштар мектеп жобасы бойынша мен жекпе-жек, Жиһангез Тиди, Ала-бұға аулаған күн, алтын тостағанды іздеу, бар болғаны 14 жас кітаптарын оқыдым. Соның ішінде мен сіздерге Зира Наурызбаеваның алтын тостағанды іздеу кітабы жайлы айтатын боламын. Бұл шығарманың басты кейіпкерлері Бату, Аспара, Батудың қарындасы Тұмар, достары Қайрат, Скорпион, атасы Дана, Саша, Жалмауыз кемпір, Қыран бүркіт және де тағы басқа. Бату өзінің достарымен бірге алтын тостағанды іздеуге аттанады. Бірақ олардың жолдарында оларға қиындықтар келеді. Ол қиындықтарды Скорпион мен оның атасы ұйымдастырып отырады. Бірақ олар ештеңеге қарамастан барлық қиындықтарды жеңіп шығады және де жеңіске жетеді. Бұл кітапты оқыған кезде мен ерекше сезімде болдым. Себебі бұл кітап қиялға толы. Ал маған қиялға толы кітаптар ұнайды. Мен сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін.